Сәлеметсіздер ме студенттер? Мен Семей қаласының көлік колледжінің дене тәрбиесін пәнінің оқытушысы Қайырбеков Айбек Ахметович. Сабақ номері 67 сабақ. Сабақтың тақырыбы орта қашықтыққа жүгірудің техникасын бекіту. Сабақтың мақсаты жеңіл атлетика, орта қашықтыққа жүгіру әдіс-тәсілдерін, техникасын үйрету және студенттердің жылдамдық, күш икемділіктерін, тағы басқа қасиеттерін дамыту. Орта қашықтыққа жүгіру әдісін үйрету. Жүгіру әдісіне үйретуді бірнеше кезеңге бөлуге болады. Бірінші кезеңнің мақсаты дайындаушылардың жүгіру әдіс туралы жалпы түсінік беру. Бұл мақсатты шешу үшін жүгіру әдісін дұрыс көрсету арқылы шешіледі. Жүгірушілер назарын бастың дененің қалпын көрсетіп, итерілу, қол қозғалысын түсіндіру басты мақсат. Көрсетуді қосымша бейне материалды көрсету арқылы әдіс туралы түсінік беріледі. Екінші кезеңде практикалық сабақ кезінде тік жолмен көрсетілген әдіс бойынша орындалады. Сабақ кезінде көрсету елеулі орын алады. Содан кейін жүгірушілер берілген арақашықтықта әр күшпен жүгіреді. Жеңіл атлетиканың жалпы және арнайы жаттығулары. Орта қашықтыққа жүгіру әдісінің негізі және үйрету әдісі. Орта қашықтыққа жүгіру жоғары күш қуатын талап ету аймағына жатады. Әдістемелік нұсқаулар. Орта қашықтыққа жүгіру әдісінің дағдысын қалыптастыру үшін берілетін жаттығулар және теориялық негіздер. 800-2000 метр аралықта жүгіру әдісін шыңдау. Ара қашықтықтарда жүгіру мынадай әдістерді сақтау басты болып келеді. Үнемді және бірқалыпты жүгіру жалпы шыдамдылықты талап етеді. Сонымен қатар ара қашықтықта белгілі бір жылдамдықпен жүгіру арнайы шыдамдылық. Орта қашықтыққа жүгірген кезде адым ұзындығы 1 метр 80 сантиметрден 2 метр 20 сантиметрге дейін. Ұзын қашықтықта жүгірушінің адымы орта қашықтыққа қарағанда 20-25 сантиметр кем. Қашықтықпен жүгіруді 4 фазаға бөлуге болады. Сөре және сөрелік қозғалыс, ара қашықтық бойымен жүгіру және мәре. Сөреге деген бұйрық берілген жүгіруші сөре сызығының іш жағында тұрады. Итеретін аяқ сөре сызығының қасында, ал сермелетін аяқ жарты адым артта. Денені алға еңкейтіп, сәл алға жылжиды. Аяқ бүгулі. Осы қалып тепе-теңдікті және ыңғайлылықты талап етеді. Тұру қалпы екі түрге бөлінеді. Бұл қолды жерге тіреп және тіремей. Дыбыс берілгеннен кейін спортшы жүгіруді бастап, жолдың іш жағынан орын алуға тырысады. Сөреден еңкейіп, жедел қимыл жасайды. Дене бірте-бірте көтеріліп, бір қалыпты жүгіруге көшеді. Қашықтық бойымен жүгіру. Орта қашықтыққа жүгіргенде дене қалпы тік, сермеу адымымен басталып, тұрақты адым ұзындығына және жедел адымға көшеді. Адым ұзындығы және жылдамдығы жүгірушінің жекелеген қасиеттеріне, бойына, аяқ ұзындығына, шыдамдылығына, тыныс алуына, жалпы шеберлігіне байланысты. Бұрылыстармен жүгіру. Бұрылыспен жүгірген жүгіруші денені сәл солға бұрады. Сол қол жедел қозғалып, оң қол қозғалысты баяу болады. Мәре. Орта және ұзын қашықтыққа жүгіру әр кезде мәрелік ұмтылуымен аяқталады. Ұзындығы әртүрлі. Орта есеппен 1,50-2 метр. 2 немесе 3 жүргізуші мәреге қатар жеткен кездегі тең сайысты еңкеюдің немесе иықты бұрудың маңызы зор. Осындай қозғалыс көбінесе жеңіске жеткізіледі. Ал бірнеше адым қалғанда секіріп өтемін деп талпынсаң, онда тепе-теңдікті жоғалтып, кей жағдайда құлап қалуында ықтимал және жылдамдықтың өсудің орнына төмендейді. Қорытындылай келе, жеңіл атлетикасыз, оның ішіндегі жүгірусіз дене тәрбиесінің бірде-бір сабағы өткізілмейді десек те болады. Жүгіру мен жүру күнделікті өмірде кездесетін дене жаттығуларының табиғи түрі. Осы екеуімен күнделікті жаттығу адамның денесінің негізгі мүшелері мен жүйелерінің функцияларына оң әсерін тигізеді.
жүгірудегі спорттық түрі қимылдар жылдамдықты, күштілікті, икемділікті, шыдамдылықты шыңдайды. Дене тәрбиесі пәні бойынша берілген үй тапсырмаларын орындап, бүгінгі өткен тақырыпты дәптерге жазып, Canvas жүйесі арқылы кері байланыс жасап, тапсырманы орындаймыз.